Жарыс өте жақсы өтті. Соперниктер және қарсыластар өте мықты болды. Бірінші мен алғысымды ата-анама және бәрі Алладан. Екінші бапкерлеріме рахмет, Ержан ағай, Естай ағай, және де менің бірінші бапкерім Қайсаров Айбек ағайға мында бір алғыс. Осы кісілер болмаса, мен осындай нәтижеге жетпес едім. Барлықтарыңызға рахмет. Қарсыласым осы финалдағы қарсыласым болды. Түркменстанның баласы. Ол алдында Польшалық және Иорданияның мемлекетінің баласын жеңген болатын. Өте мықты бала. Финал өте жақсы өтті. Айналысып жүргеніме 6 жыл болды. Осы спортқа Қайсаров Айбек ағай өзім бапкерім алып келген болатын. Себебі мені осы спорттан көрген болатын, чемпион болатыныма сенген. Сол кісінің арқасы деп айтсам болады. Оған дейін Наматемадан кандидат мастер спорта, Панкратиона кандидат мастер спорта, и кикбокса мастер спорта, и және де рукопашный бойдан кандидат мастер спорта. Зайсандікі боламын, және Дайыр ауылынан. Кикбоксқа келгеніме көп болған жоқ. Ең бірінші бокста жүргенбіз. Сосын кикбокстан облысты өтіп, чемпионат Қазақстанды өтіп, чемпионат мирға бардық. Құдайға шүкір, екінші орын алдық, жаман емес, жарыс. Оңай болған жоқ. Әрине, әлем чемпионаты болған соң бәрі қиын болды. Осы жарысқа, осы жаз бойы демалыссыз дайындалдық қой. Тер төгіп, еңбек еттік.